Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді восточный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, екеуін жақсылап біріктіретін боламыз. Майымыз міндетті түрде жұмсақ болу керек, сол кезде екеуі жақсы бірігеді. Осылай жақсылап қолдың көмегімен екеуін біріктіретін боламыз. Одан кейін бөлек ыдысқа қаймақ саламыз. Қаймақ менде 20%, негізінде 15%-тен жоғары болғаны дұрыс. Одан кейін бір жұмыртқаны қосамыз. Және де жарты шай қасық қамыр қопсытқышты саламыз. Және де қасықтың ұшымен ас содасын қосамыз, яғни 4-тен 1 бөлігін салатын боламыз. Осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сұйық массамызды ұнымызға саламыз. Ұнымызға салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл жерде артық ұн немесе артық қаймақ қолданудың қажеті жоқ. Тура рецепт бойынша жасасаңыздар, өте жұмсақ қамыр болып шығады. Не көріп тұрғандарыңыздай, осындай жұмсақ қамыр шығады. Оны 15-20 минутқа тындыруға қойып қоясыздар. Ендігі кезекте начинкасын дайындаймыз. Бұл жерде 100 грамм белок және 200 грамм қант. Екеуін жақсылап миксерлеп, әппақ пенка болғанша миксерлейтін боламыз. Менде қолдың миксері болды. Мен ұзақ миксерледім, сондықтан осындай масса пайда болады. Одан кейін жаңағы дайындап қойған тестамызды алып, екіге бөлетін боламыз. Астыңғы жағына көбірек алып қаламыз. Менде 550 грамм болды. Үстіне 150 граммын алып қалып, қалған асына, пирогтың асына жіберетін боламын. Осылайдан алдымен илеп аласыздар, жайып аласыздар. Одан кейін формаға шетін көтере отыра орналастырамыз. Менде форманың диаметрі 24. Міне осы дайындап алған соң, ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Менде алдын ала туралып дайындалып қойған мейіз, жаңғақ және курага осыларды салып, одан кейін бір ас қасықтай бал салып жіберсеңіздер болады, немесе сгущенка қосып араластырып жіберсеңіздер де болады. Мен жасамадым, себебі өзі де өте тәтті болып шығады. Одан кейін үстіне жаңағы белокты салып, жан-жағын жауып шығамыз. Одан кейін бетіне қалған қамырды жұқа етіп жаятын боламыз. Қамыр өте жұқа болса, әдемі болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, менде өте жұқа қамыр пайда болды. Одан кейін жайып алған қамырымызды алып, жаңағы пирогтың үстіне жабатын боламыз. Дайын болған пирогымыздың бетіне жұмыртқаны жағып, одан кейін бетіне әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер де болады. 170 градуста 35-40 минуттың ішінде дайын болады. Міне менде пирогым пысты, біраз суытып алып, формадан шешесіздер. Мен артық 5 минуттай артық ұстап қойыппын. Сондықтан беті осылай қызараңқырап болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қамыры сондай үгітіліп тұрады, өте дәмді. Шаймен ішкенге керемет тәттінің бірі болып келеді. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.